Жылдам хабар тарады, көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қаржылық мониторинг агенттігі блогерлер Жанәбиловтерге қатысты қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы сенаттағы брифинг кезінде агенттік төраға орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді. Қылмыстық кодекстің 214 бабының 1 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу басталды. Кеше немесе алдыңғы күн тіркелді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 214 бабының 1 бөлігі өкілетті органдарға тіркелмей кәсіпкерлік қызметтен айналысқаны үшін жауапкершілікті қарастырады. Жаза ретінде 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл, сол мөлшерде түзеу жұмыстары не 2 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе айыру көзделген. Оның айтуынша материалдар апелляциялық сот шешімінен кейін қаржы мониторинг агенттігіне түскен. Сот шешім шығарып, одан кейін әкімшілік іс материалдары бізге берілді. Сот қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін анықтады. Тергеу мерзімін нақты айту қиын. Бірақ шамамен 2 айдың ішінде аяқтаймыз деп ойлаймыз, дейді ол. Жеңіс Елемесовтің айтуынша, блогерлердің қызметіне түскен нақты табыс анықтау әзірге мүмкін емес. Сондай-ақ ол Just King деген атпен танымал басқа бір блогерлерге қатысты материалдар өкілетті органдарға жіберілгенін айтты. Бұл іс бойынша алынған және жұмсалған қаражат сомасы анықталады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.